Қазір домбырада Чоңой әнін шертуді үйренеміз. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Өзіңізге бүгін Чоңой әнін алып келіп отырмын. Бұл әнді үйренуден бұрын осы әндердің жаучыңын өздеріңізге ақысыз шығарып келе жатқан, өздеріңізге домбыра үйретіп келе жатқан мені қолдап қуаттап, маған куәнші қылып, гензан қылып, әрі жақсы лебіздеріңізді қалдырып кетіңіздер. Енді осы әннің сіздерге үйренуге қолайлы болу үшін осы әннің нотасын осы кескіннің ең соңына қойып қойдым. Сол ең соңынан осы кескінді көшіріп аласыздар ма, жоқ әлде көбейтіп басып аласыздар ма, жепейін қып. Алдарыңызға қойып, нотаға қарап отырып, одан менің осы кескінімді көріп отырып, осылай домбыраға сәйкестіріп үйренсеңіздер ең қолайлы. Енді бұл әнді өздеріңізге осы перне саны бойынша, одан кейін нота бойынша, оң қолда қағысы бойынша, сол қолда қалай перне басу бойынша өздеріңізге жіңішкелікпен түсіндіріп отырамын. Сондықтан жіңішкелікпен сөйлегеннен кейін кескін біраз ұзағырақ болуын, соңына шейін шыдап көріңіздер. Ал енді осы әннің нотасын осы кескіннің ең соңына қалдырып қоямын, содан көріп алсаңыздар болады. Ал ондай болатын болса, ең әуелі осы әнді өздеріңізге бір рет шертіп берейін, содан кейін өздеріңізге жіңішкелеп үйрететін боламын. Аландай болса, енді өздеріңізге бастап түсіндірейін. Ең әуелі домбыраны өзіміздің дауыс көлемімізге қарай теңшеп алу керек. Ал бұл әндегі оң қолдың қағысы көбінесе не? Асты, үсті, асты, үсті қағыспен. Дейді, 5 қағыс. Қайтарып айтып өтейін. Асты, үсті қағыспен. Көбінесе кейбір осымен келеді. Ал енді басынан басап көрейік. Басы 10-ші перненің бас жағындағы до дыбысы, яғни басынан басамыз. Ал 4-ші саусақпенен 12-ші перненің астын жағындағы со дыбысы жоғарғы. Осы екеуін басып тұрамыз да, асты, үсті қағыс етеміз. Одан кейін 1-ші саусақпен 9-ші перненің астындағы ми дыбысын басамыз, асты қағыс етеміз. Ал осыдан біз екеу жетеміз. Ал одан кейін бас бармағымыз лаға келеді, яғни 7-ші перненің үстін жағы. 2-ші саусақпен жай дыбысын басамыз, яғни 7-ші перненің асты үстін бірақ басамыз. Одан кейін екеу жетеміз. Одан кейін жердегі ми дыбысы 9-ші перненің астындағы ми 4 саусақпен басамыз. Одан кейін ши. Бас бармақ 5-ші пернеде, одан кейін жердегі 4-ші перненің астындағы ши дыбысы. Одан кейін рай деген кезде бас бармақ өзгермей тұрады. 4 саусақпен жердегі рай дыбысын басамыз, 7-ші перненің астын жағы. 5 қағыс етеміз. Ал жаңағы айтқанымды мен қайталай бір айтып өтейін міне. 5-ші перне әлгі со дыбысы, міне жердегі мына до дыбысы. Одан кейін 7-ге келеміз. Одан кейін жай. Ал одан кейін екінші жерінде біз мына 7-ші перненің асты үстін бірақ басамыз да, жоқ 7-ші перненің үстін жағындағы ла дыбысын басамыз, 4-ші саусақпенен 9-ші перненің астын жағындағы ми дыбысын басамыз. Едегі нотамыз ми жай. Екеу жетеміз. Қағысы міне асты, үсті, асты. Осыдан екеу жетеміз, міне. Ал одан кейін бос жетеміз, шоу. Асты, үсті. Одан кейін ши жай. Бас бармақ со дыбысының үстінде, яғни 5-ші пернеде. 1-ші саусақпен 4-ші перненің астындағы ши дыбысы, 4-ші саусақпен 7-ші перненің астындағы жай дыбысы. Одан қайтадан келеміз. Бұдан да сол 5 қағыс орындаймыз міне.
Өз жерін қайталай орындап берейін міне. Ал одан кейін қайталай жаңағы екелеміз міне. Бас бармағымыз 10-ші перненің үстіндегі до дыбысы, 4-ші саусақ 12-ші перненің астындағы жай дыбысы. Екеу. Мынау ми дыбысы, 9-ші перненің асты. Ал одан кейін 5 қағыспен мына 7-ші перненің астындағы асты жай, үстің жағы ла. 5-ші жетеміз. Асты, асты, үсті, асты, үсті. Одан кейін 4-ші саусақпен жердегі 9-ші перненің астындағы ми дыбысын басамыз. Бұл да өзгермей тұрады. Бастырмақ екеуі. Не? Одан кейін астыға біреу, үстіге біреу. Жерде 2-ге келетіне. Жаңа жерін қайтадан бір көстеймін міне. Ең соңғы астыға қайтып келеміз міне. Ал одан кейін бос шектен біреу, 5-ші перненің үстіндегі со дыбысы, 7-ші перненің астындағы жай дыбысын басып, 2 жетеміз. Одан ши дыбысы 4-ші перненің астында, бастырмақ өзгермейді. Одан кейін ендігі жерде бір шек жетеміз міне. Ла, 2-ші перненің астыңғы жағы. Одан бос шек. Бос шекте тек қана астыңғы шекті ғана шетеміз. Одан кейін үстіндегі ми дыбысы. Одан кейін сола, со. Со деген бос шек. Одан кейін ла, со. Одан кейін жерінен ақырын черіп көтетін болса міне. Ши. Одан кейін ла, со, ми, сола, со. Ал енді осыдан басталады. 今夜我又来到你的窗外 деген жеріне келеміз. Нот болса. Міне тағы да 7-ші перненің астын басамыз міне. Міне. Асты, үсті, асты. Осыдан 3 жетеміз. 1, 2. Енді бас бармақ со дыбысы 5-ші перненің үстін жағы. 1-ші саусақпен 4-ші перненің астындағы ши дыбысын басамыз. 5 қағыс. Ал одан кейін жаңағы жерді мен қайталай бір айтып өтейін міне. Ал одан кейін жалғасы болады. Не? Ла, ши, ла. Яғни 2-ші перненің асты менен 4-ші перненің астындағы ши дыбысы екеу, ла дыбысы екеу міне. Не, ла, ши, ла. 2 рет. Одан кейін ла, жай, ла. Ла. Жай дегенде бастырмақ соны басады. Не, ла, жай, ла. Жай дегенде бастырмақ со дыбысын басады. Одан кейін бастырмақ сода тұрады 5-ші пернеде. 1-ші саусақпен ши дыбысын басамыз мына жерде. Тағы 5 қағыс. Енді жердің ақыры жететін болсақ міне. Жер бір қасасыңыз болады міне. Ал одан кейін жалғасты. Міне. Тағы да сол жаңағы 7-ші перне. Одан кейін жай, ши, ла. Одан кейін бос шек. Одан кейін бас бармақпен 2-ші перненің үстін жағындағы ми дыбысын 2 жетеміз. 2 болғаннан кейін жердегі 5-ші саусақ, 5-ші перненің үстіндегі со дыбысы менен 4-ші перненің астындағы ши дыбысын басып 5 қағыс. Ал одан кейін ең соңында ла, ши. Одан кейін жай, ши, ла. Со.
ең соңғысын ақыр жететін болсақ міне мынандай болады. Жалпы үйрену барысы осылай екен.